осылай тұрады. Мына жерде платежіға кіресіз, мына. Сосын все платежи таңдайсыз да. Сол жерде тұрады. Төмен қарай түссеңіз, самозанятый, ИП деп тұрады, соны басасыз. Сол жерде налоги для ИП деген таңдайсыз. Мына жерде вот тип платежа деп тұр ғой, сонда былай. Мына 101, 202 ИПН. Вот ИП-нікі осы төлейсің. Осыны таңдайсыз. Бұл баған ИПН деп тұр. 1,5% осы. УГ-ді таңдайсыз. Мысалы, Астана қаласы бізде. Алматинский район таңдайсыз, сома төлейсіз. Егер пеня болса, онда КНП деп тұр ғой. Мына жерде КНП-ның орнына мына жерде пеня таңдайсыз, 912 болады. Енді социальный налогта, мына социальный налогта тип платежа таңдайсыздар, мына социальный налог таңдайсыздар. И 911 тұрады, и УГ-ді таңдайсыздар, болды сонымен. ИП-нің атауын жазудың қажеті жоқ. ИП атауы жазылмайды, Каспийде сияқты, осылай төлейсіз. Мына жерде 1,5%, мына 1,5%. Социальный налог тоже. Пеня болса, пеня таңдайсыздар, мені. Болды сонымен.